Siz ne istеп отырсыз? Мен сенің көйлегіңе сәйкестендіріп, белдік тігіп отырмын. Ол әдемі көрінсін деп, ойыммен әрлеп жатырмын. Сен маған көмектесші, қызым. Жарайды, тамаша. Қызым, келе ғой, белдігің дайын болды. Мен саған тағып берейін. Рахмет, анашым, маған қатты ұнады. Анашым, мен үкі тауып алдым. Ол не үшін қажет? Маған әкем айтқан. Үкілер құс екен, олардың көздері жақсы көреді. Я, қызым, үкінің көзі түнде жақсы көретін болғандықтан, қазақта киелі құс санаған. Сәбидің ұйқысы тыныш болсын, және тіл көзден аман болсын деп, біз үкіні бесікте тағамыз. Үкіні сонымен қатар домбыраға да тағамыз. Қызым, сен маған домбыраны әкеле қойшы. Жарайды. Сен маған үкіні домбыраға тағуға көмектес, иә? Жарайды, анашым. Анашым, маған бір күй тартып беріңізші. Жарайды, қызым. Анашым, қандай ғажап. Маған да домбыра тартуды үйретіңізші. Жарайды, қызым, үйретейін.